Сан аралықтарының бірігуі мен қиылысуы. Анықтамасы: сан аралықтарының кемінде біреуіне тиісті болатын сан аралығын сан аралықтарының бірігуі деп атаймыз. Мысалға, -4 пен 1 және 2 сан аралығының бірігуі сан аралығы болады деген сөйлемді жазғанда бірігу белгісі болып табылатын мынандай таңба жазылады. Енді қараңыздар. Сонда мағынасы қандай? -4 пен 1-дің сызайық. -4 пен 1-дің арасын. -4 және 1. Мына жерде 0 болсын, әрине. Сонда біріншісі осы аралықты қамтиды деген сөз бар. Мағынаны білдіреді. Енді екіншісі 1 мен 2-ның арасы. 1 мен 2-ның арасы. Бұларды жатады. 1 мен 2-ның арасын қамтитын аралықты айтады. Енді бәрін біріктірсеңіздер, қараңыздар, екі түзуді бір-біріне біріктіріп сызатын болсаңыздар, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Сонда -4-тен бастап тұрып, 2-ге дейінгі аралықта сан осы сызылып тұр. Осы аралықты екеуінің бірігуі деп атайды. Енді сан аралықтарының қиылысу. Берілген сан аралықтарының әрқайсысына тиісті болатын сан аралығын сан аралығының қиылысуы деп атайды. Жоғарыда көрсетілген мысалда, мына жерде сыза салайын мен. Біріншісі -4-тен 1-ге дейінгі аралық. -4-тен 1-ге дейін аралық. Мына жер 0 болсын. Осы аралықта жатыр мәндер облысы. Біріншісінде. Екіншісінде, егер де қарасаңыздар, 1-ден 2-ге дейінгі аралықта. 1-ден 2-ге дейінгі аралықта. Енді айтыңыздар, екеуіне де бірдей мәнді қабылдайтын қандай нүктелер бар? Тек қана бір нүктесі бар. Сонда осы екеуінің бірігуі 1 деп жазылады және мынандай фигуралық скобка қолданады. Егер де сан аралығының ортақ саны болмаса, ол бос таңбасы қолданады. Бұндай сан аралықтарының қиылысында ешқандай сан болмайды. Мысал ретінде, біріншісі линияда мына жерде мысал көрсетілген. -4-тен 1-ге дейінгі аралық. Және бұл жататын аралық. Осы аралықта жатса, ал екіншісінде 2-ден 6-ға дейінгі аралық. 2-ден 6-ға дейінгі аралық. Және 2 жатпайды, 6-ға дейінгі аралықта жатса. 2-ден 6-ға дейінгі аралықта. Көріп тұрсыздар, екеуіне ортақ ешқандай нүкте жоқ. Осы аралықтар қиылыспайды деп атайды. Сондықтан да. Енді мысалдарды шығарайық. Сан аралықтарының бірігуін табыңыздар. Мен тек қана сурет ретінде көрсетейін өздеріңізге. Ал ары қарай өздеріңіз сызып, ойланып тауып аласыздар. Біріншісі -0 жазып қояйын. Мына жерге 0. -10-нан -4-ке дейін. -4-ке дейін. 10 жатпайды, -4 жатады. Біріншісінікі мынау аралықта, екіншісінікі 0. -5-тен -5 деген сол, -5. -4-тен кейінгі аралықта жатады, -5 және 3 деген. -5 және 3 деген аралықта жатады. Ал енді бірігуін айтыңыздар, қай аралықта бірігуі жатыр және 3-те жатпайды. Көріп тұрсыздар, егер де ортақ линияға келтіретін болсақ, онда -10-нан бастап тұрып, -10 жатпайды, сызыла бастайды. -5 ол жатпағанмен, ол бірінші қатарда жатыр, сызылып кете береді. -3-ке дейінгі аралықта, кәдімгі 3-ке дейінгі аралыққа жатады. Сонда екеуінің бірігу аралығы бұл дегеніміз -10-нан 3-ке дейін. Және арасы мынандай белгіні көрсетеді. Екінші есепті өздеріңіз шығарыңыздар. Мен төртінші есепті шығарып көрсетейін, себебі осы орын бар менде. Төртінші есепке. Бірінші сызық. Бірінші линия. -3-тен 0-ге дейін. 0 деген мынау жерде жатса, -3-тен 0-ге дейін. Және -3 жатады, 0 жатпайды.
осы аралықты сызады. Ал екіншісі 1-ден 6-ға дейін. Екіншісін сызатын болсақ, онда бұл дегеніміз 1-ден 1 жатады, 1-ден 6-ға дейінгі аралықты қамтиды. 6 жатпайды. 6 жатпайды. Енді егер де ортақ екеуін біріктіретін болсақ, екі түзуді біріктіретін болсақ, қараңыздар, -3-тен жататын 0-ге дейінгі аралықта сызылады барлығы. 0-ге дейінгі аралықта және 0 жатпайды. Сосын бос орын қалады 1-ге дейін. 1-ге дейін бос орын қалады. 1 жатады. 1-ден кейін ары қарай 6-ға дейін және сызылады. 6 жатпайды. Сонда көріп тұрсыздар, екеуінің қиылысуы -3-тен 0-ге дейін және 1-ден 6-ға дейін деп аталынады. Енді сан аралықтарының қиылысын табыңыздар. Бірінші есепті шығарайын. Мына жерден 0 болсын. -4-тен 1-ге дейін және 1 жатады. -4 жатпайды арасында. Ал екінші тура сол сызық. -5-тен, -5 дегеніміз мына жерде, -5-тен 0-ге дейінгі аралық. Және -5 жатады. -5 жатады. 0 жатпайды. Осы аралықта. Енді айтыңыздаршы, қай аралықта сіздер ортақ сызықтарды көріп тұрсыздар? Мынау жерде. Бірақ та біріншісінде, сонда қараңыздар, 0 жатпайды. 0 жатпайды, бірақ та жатпайды. Және мынау жақтан -4 қабылданып тұр. -4, бірақ та ол да жатпайды. Сонда қиылысуы -4-тен 0-ге дейін ғана болады. Сонда бұл екеуінің қиылысуы тең болады -4-тен 0-ге дейін. Екінші, үшінші есепті өздеріңіз шығарыңыздар. Мен төртінші есепті шығарайын. Қайтадан мына жерге сызамын. Сан өсін сызамын. 0-ден 3-ге дейін. 0, 3. 3 жатпайды, 0 жатады. Енді 4-тен 15-ке дейін. 4-тен 15-ке дейін 4 жатады. Және 15. 15 жатпайды. 15 жатпайды. Осы екі аралық. Енді қараңыздар. Егер де екі мынау линияны біріктіретін болсаңыздар, бірдей ортақ сызылған жерлері бар ма? Ортақ сызылған жерлері жоқ. Сондықтан да бұның ортақ сызылған жерлері